Грузиядағы автобазарға келдім. Менен көлік сұраушылар көйіп кетті. Ана көлікті көрсетші, мына көлікті көрсетші деп. Әрқайсысына бөлек-бөлек көрсетуге уақыт болмадым, шыны керек. Сондықтан да сіздерге де жақсы болу үшін, маған да оңай болу үшін үшеде қазір кездескен көліктің бәрін бағасын көрсетем, я. Сосын өздеріңіз содан қарайсыздар ғой. Вин кодын бәрін көрсетіп жіберейін. Subaru Forester. Так, 2015 жыл. Объем 2.5, жүрілгені 176 миль дейді. $5800 сұрап тұр. Жазып тұрған бағасы. Так, бұның енді қасында сатушы жоқ, ешкім жоқ. Мен былайынша көрсетіп жатырмын сіздер көп сұрағасын. Вин кодына келетін болсақ, вин кодын мына жерден көрінсе, мінекей көрінбейді, кейбір машиналарда өйстіп көрінбей тұрады. Кетіп қалған. Ал былай көріне ме? Мінекей осыны скриншоттап қарай беріңіздер. No Highlander XLE жылын қазір көрсетем, айтам, сыртқы түрін көрсетіп олайын. Так, мінекей осындай, бұнда қасында иесі жоқ. Бәрі кетіп қалған ау дейді. Неге жалпы мына жер, мына қатар тез сатылатын қатар да тұрған көліктер, яғни айтқанда жаңағыдай уже бірталай уақыт тұрып қалған деген сияқты ғой. Так, мен білуімше солай ау. Ал мынау вин коды. Вин кодынан қарап біле беріңіздер. 2017 жылғы екен. Басқа ақпарат жазылмаған. Вин кодтан қарап біле аласыз. Вин кодтан барлық ақпарат жазылып тұрсыздар, соны қарап білсеңіздер. Lexus 350 2015 жылғы, объемы 3.5. Сыртқы жағдайы осы, мына бәрі сыртқы жағдайынан енді жылтырап тұрады бұл жерде. Бәрін жасатып, дайындап әкеліп қойған көліктер ғой. Енді оны білу үшін қайта-қайта айтып жатырмын, қайта-қайта қақсап жатырмын. Вин кодтан қарайсыздар, достар, вин кодтан. Барлық ақпараттар сол жерде көрініп тұрады. Тіпті бар ғой, машинаны келіп қараудың да қажеті жоқ. Осы жерден қарайсыздар, мінекей сіздерге үлкен көп жеңілдіктер жасап жатырмын. Өйтіп ешкім көрсетпейді екен, оказывается. Мінекей мына вин кодтан қарап біле беріңіздер. Мынау да Highlander XLE. Түрі осы. Қазір вин кодын көрсетем. Қарап, осыдан менен көп адам сұрап жатқасын көрсетіп жатырмын, достар, сіздерге. Енді осылай көрсетуге тура келді. Ато дейтін, біз дейтін жаңа бір машинаны бір сағат байланып тұрып қалады екенбіз. Сондықтан да көп машина көрсетуге тырысып жатқан жайым бар. Мінекей вин коды. Мынау 2021 жыл екен, объем 3.5. Бағасын жазбаған. 7028 миль жүрген. 728 миль жүрген екен. Мінекей осылай жазылып тұр. 728 миль деп, 728 миль дейтін, ол қалай болып кетті сонда? Өзім түсінбей қалдым. Ана вин кодтан бәрі анық көрінеді. Мінекей қатарынан Camry'лар тұр екен. Так, бұл Camry 2013 жылғы, объем 2.5. Бағасы жазбаған. Мінекей мына вин кодтан қарап жобасын білесіздер. Егер де бағасы керек болса бар ғой, достар, мен сіздерге бар ғой, нағыз керек болса, иесінің, осы машинаның иесін сатып тұрған телефон нөмірлерінде тауып бере алам. Шын айтам, телефон нөмірін тауып берем, тікелей Қазақстанда отырып, қарап сөйлесіп, бағасын келісе бересіздер. Сосын келіп айдап кетулеріңізге болады. Мінекей тағы да Camry, қасында отыр екен, бір адамдық шығар бәрі. Ондай да қызмет көрсетеміз, достар. Маған телефон нөмірін айтып жібер десеңіздер, оны да маған жазыңыздар. Қазір WhatsApp қалдырам төменге. Әртүрлі қызметтер бар, ұялмаңыздар, жазыңыздар. Осындай қызмет бойынша деп, сосын жазып айтсаңыздар өте жақсы болады. Так, мынау 2021 жылғы, автомат екен, автоматқа 2002.5 объем 4000 миль жүрілген екен. Так, бұның вин коды міне. Мына вин кодты теріп қарай беріңіздер. Мына базарда нағып адам жоқ деймін. Оказывается, мына жақта тауда қар болып, қардан әр қаратада да, бер қаратада да көліктерді жібермей жатыр екен. Сондай жағдай болып жатыр екен, сосын көп адам келе алмай жатыр екен. Ал ертең осы жол ашылса, гөмп етіп, сау етіп келеді адамдар машина алуға. Көрдіңіздер ме? Сондықтан осындай кездерді пайдаланып, арзан көліктерді саудаласып, бағасын түсіріп, ұрып ұстау керек деп ойлап айтып жатқаным ғой, ойыммен бөлісіп. Мына пикап қалай? Пикап алатындар бар ма? Қазір мен бағасын көрсетемін. $21,000 деп тұр. $21,000, 125 миль. Вин коды мынау көрінбей жатыр ма? Опа, мінекей енді көрінді де.
осы апанып көріп тұрған винкодты теріп қараңыздар. 2020 жылғы 06 ай деп жазып қойған екен. Одан кейін мінекей мына BMW X5 қой деймін осы. X5 қой. Білмеймін, түрі маған ұнап тұрған жоқ. Біздер X5-ті алғанда басқаша түрлі жақсылар болды ғой, кездесті ғой. Ал мынау X5-ті бұл ешқандай ақпарат жоқ екен. Так, сонда да бұл жерде винкодын көрсетіп кетейін ақпарат. Сол жерден нақтылап қараңыздар. Мінекей Nissan. Так, бұның бағасы бар ғой, $21,000 дейді. Айқайлап тұр ма? Так, мінекей винкодты басқа ешқандай ақпарат жазылмаған. 44,000 километр жүрген деп жазып қойыпты. Жылы қайда екен? Жылын да жазбаған сияқты. Жылы 2023 екен. Бәсе $21,000 2023. Бұл жазып қойған бағалар, достар. Жалпы саудаласқанда жақсылап жүруге болады. Так, енді бұл жаққа келгенде бар ғой. Негізінде осы жақта жүрген адамдармен, осы жақтың эксперттермен келген жақсы. Кіммен келсе де, бізбен келсеңіздер де, басқа адамдармен келсеңіздер де, солай келгендеріңіз дұрыс. Себебі бұрыннан көлік алып жүрген адамдарға бағаны жақсылап түсіреді, жазылып тұрған бағадан. Сосын енді ол баға түсіру ғой, сосын мақты таңдайтын эксперт таңдауға барыңыз керек қой. Тек просто жүргенде де эксперттер бар шығар мүмкін. Алданып қалмаңыздар. Маған көп адам жазады, айтқанда анаған алданып қалдым, мінекей винкоды ана алданып қалдым, мынаған алданып қалдым, машинам дұрыс әкелмей қалды деген сияқты. Құдай сақтасын. Ол да дұрыс емес деп, дұрыс емес апармайын деп ойламаған шығар. Дұрыс деп апарып ойлаған, енді солай болып қалған болар. Бірақ дегенмен де дұрыс эксперт таңдаңыздар деп айтып отқаным. Мынау Tucson гибрид екен. Так, гибридтің бағасын білейік. Есіктер бұлардың жабық тұрады ғой. Әрине жауып қояды ғой, иесі болмағасын бұл жерде. Так, мінекі жағдайын бірінші сыртқы келбеттерін көрсетіп алайын. Жалтырап тұр ма? 2023 жылғы 38,000 миль жүрілген. Так, 1,6 екен объемы гибрид дейді. Бұдан кейін мына жердегі нені көрсетейік. Мінекі биткенде анық көрінеді. Бүгін күн бұлт болғасын күшті анық көрініп тұр, алыспай. Tucson бағасы қазір көрсетеміз, айтамыз. Так, бағасын жазбаған 2022 жылы екен. 2,5 дейді объемы. Мінекей осылай қарай беріңіздер винкодтан. Винкод қайта айтып отырмын. Содан қарасаңыздар бәрі ап-анық көрінеді. Машинаның жобасы да. Жобасы емес, точно көрінеді. Содан қарасаңыздар түсінесіздер, қай машина қандай алуға болатын. Ау деген үлкен базар, шеті жоқ. Көрдіңіздер ма? Бұл жерден бір машинаны қарап шығудың өзіне біраз уақыт кетеді. Мысалға айтады ғой жаңа Tucson 2021 жылғында қарап беш дейді ғой. Мынаны ішінен тауып көр ол. Оны қарау үшін уақыт кетеді. Сондықтан да оған бөлек ақылы қызмет бар. Сондықтан да осылай көрсетіп жүрген жайым бар. Мүмкін ішінен өздеріңізге керек машинаны тауып алар деп. Міне қараңыздар, базар деген тып-тыныш. Тып-тыныш па? Тып-тыныш. Қазір осындай уақытта сатып тұрады. Сатушыларды жылатып тұрып, шыңғыртып тұрып түсіріп алуға болады ғой бағаны деген. 2014 жылғы BMW X5 18,500 деп тұр. Көрдіңіздер ме? Бұл жазып қойған бағалары. Ал бізбен бірге келетін болсаңыздар, бұдан да арзан қылып түсіртіп алуға болады. Арзан табатын жерлер бар, сол жерлерден арзан тауып бере аламыз деген сияқты ғой енді. Ал автотурмен бірге келем десеңіздер, төменде WhatsApp жазылып тұр, соған хабарлассаңыздар болады. Ақ Камри, бір кездерде ақ Камри жоқ болып кетеді, бірең саран кездесетін еді. Қазір толтырып әкеліп қойыпты. Өзім мына жерден көріп тұрды, мына екі түрлі екен боялғаны. Бұның бағасы 17,500 дейді, 2020 жылғы дейді. 12 айы болып тұр. Ал егерде достар керек болса, мен сіздерге телефонмен бірге де көрсетіп бере алам, тауып бере алам. Маған жазсаңыздар болды. Бірақ ол оған сөйлесеміз. Так, мінекей винкод, осы винкодтан қарап біле беріңіздер жағдайын, мен жайын. Дизель мен X5 тұр. Бұның бағасын жазбаған, бірақ та 21 жылғы 2009 дейм ме? $57,000 деп жазып қойыпты.
Sen 21 жылы болған шығар. 57 мың доллар сұрап тұрған. Қазір курспен көйтсеңіздер теңге шығады. Жаңбыр басталып кетті. Манадан бері бұлттанып тұрады. Жаумадым ба, жаумайым ба деп. Қолдап қойыңыздар, достар. Лайктарды лапылдатып аямаңыздар. Күтем жақсылық. Жақсы пікірлеріңізді де күтем. Жарықтық санаталарда тұрған мінекей. Көрсетіп кетейінші, бір алдына кездесе қалған екен. Болады бұларды табуға да. Так, бұның бағасын жазған болса, бұл 22-ші жылғы бағасын жазбаған. Винкодтан бәрін біле аласыздар, достар. Бәрін. Винкод. Ең маңыздысы осы винкод қой. Оған тіпті бар ғой, қазір бастапқы қарауға эксперттің керегі жоқ. Эксперт нағыз алатын кезде керек болады бірақ. Гибрид Toyota RAV4 айналдырып білестен жаңбыр қатты құйып жатыр. Сосын менде ойлап жылжиын баратын жеріме қарата. Әйтпесе қазір жауынның астында қалып қойып, бұл жақтың жауыны бір қазір қиып та кетуі мүмкін де, оны білмей қаламыз. Сондықтан мен жетіп алайын. Астымызда қазір машина жоқ, кішкене жаяу жүруге тура келеді. Мынаны көрінбей жатыр ма? Көрінсе винкоты осы. Достар, ал 21.05 дейді. 2022 жылғы екен. Басқа бағасы ешқандай ақпарат жазылмаған. Нәбір сенаға тоқталып кетейінші. 12.500 деп тұр. Тез айтып кетейін. Жылы жазылмаған екен де. Мына жерден винкодтан қарасаңыздар, винкод көрінбейді де 12.500 деп тұр. 2015 екен, 2015 деген жазылды. 2015 екен. Бағасын жаңа айттым. Винкодтан көрінсе содан қарай беріңіздер. Бүгінше енді қазірше үлгергенім осы болды, достар, ренжімеңіздер. Күн жаңбыр құйып жатыр. Сондықтан кетуіме тура келіп тұр. Бірақ жаңа автотур бойынша сұрақтарыңыз болса WhatsApp-та жазып беріңіздер.